ұзақ мерзімді жоспар, орта мерзімді жоспар және қысқа мерзімді жоспар. Енді бастаушының пәндерін оқытуды жоспарлау арасындағы байланыс қалай? Яғни осы үш жоспар бар, ұзақ мерзімді жоспар, орта мерзімді жоспар және қысқа мерзімді жоспар. Ұзақ мерзімді жоспар деп отырғанымыз не? Жоспарлау кезінде оқу бағдарламасын, оқу жоспарын және критериалды бағалау жөніндегі әдістемелік нұсқаулықты пайдалану арқылы жасалған жоспар бұл. Бұл жоспар ұзақ мерзімді жоспар, жылдың басынан аяғына дейін бір жылға арналған жоспар болып табылады. Ал орта мерзімді жоспарда не болады? Оқу жоспары көптеген орта мерзімді жоспардан, яғни бөлімдерден тұрады. Олардың әрқайсысы оқу кезеңінің бірнеше аптасына дейін қамтылуы мүмкін. Орта мерзімді жоспардың бірінші парағында осы бөлімді бастардың алдында оқушылар біледі деп күтілетін алдыңғы білімнің мән мәтіні, білімнің қысқаша сипаттамасы жазылады. Бұл оқу бағдарламасына алған оқу мақсаттарына сәйкес келетін сабақ кезінде қолдануға ұсынылған бірқатар жаттығулармен беріледі. Оқушыларға орындау оңай, қиын болатындығын ескере отырып, белгілі бір жаттығуларды орындауға көбірек уақыт беру керек болады. Яғни орта мерзімді жоспар белгілі бір 90-ға немесе бөлімге байланысты екен, ортақ тақырыптар деген бар жаңартылған білім беру бағдарламасында. Ал қысқа мерзімді жоспар бұл сіздің күнделікті сабақ жоспарыңыз. Бүгінгі дәрісіміздегі ең негізгі қажетті және осы пәннің ең негізгі нәтижесі сіз 7 модуль идеясын кіріктіре отырып, қысқа мерзімді жоспарды жасай алатын болу керексіз. Енді қысқа мерзімді жоспардың оқу мақсатына сәйкес келу керек. Мысалға, бірінші сыныпта математика оқу мақсаттарының бірі 1, 2, 3 берілген санның басқа саннан қанша артық немесе кем екендігін анықтау дейді мақсаты. Сабақты жоспарлауды жеңілдетуге, оқуды бағалауды жеңілдетуге, оқу мен оқуды бағамдауды жеңілдетуге көмектесетін болу керек қысқа мерзімді жоспарда. Енді сабақты жоспарлау көптеген мәселелерді басшылыққа алуды қажет етеді. Мысалы, оқушыларға берілген тапсырма бойынша олардан дұрыс шешімді табу үшін артық немесе кем белгісін қолдануды сұрайды. Оқушылардан сандарды талап ететін математикалық ойынды ойнатуға болады. Артық немесе кем белгісін бейнелеу үшін оқушыларға сурет салуға болады. Яғни әртүрлі әдістерді қолдануға болады деген ұғымды айтуға болады. Сабақта көптеген жаттығу түрлерін жоспарлауға тырысыңыз. Бір сабақта сіз 4-5 немесе одан да көп жаттығу түрлерін қамти аласыз. Қысқа уақыт алатын болса айталық 10 минуттық жаттығу. Соны дайындап, арасында кейбір жаттығуларды кіріктіріп жіберіп солай етуге болады. Ана ұзақ мерзім жоспардың ішіндегінің барлығын немесе әдістемелік нұсқаулықтағының барлығын көшіріп алу емес, баланың ішкі жағдайына өзіңіздің жас ерекшелігін ескере отырып, осындай жұмыстар жасалу керек қажет етеді. Енді сабақты жоспарлауда нені ескеруіміз керек? Бірінші, сабақтың мақсаты қандай? Сабақтың әрбір бөлімі оқушының мақсатқа жетуіне жетелей ме? Үшінші, оқушылар іс жүзінде не істейді? Мен оқушыларға олардың не істейтін немесе олардың қандай нәтижеге қол жеткізу керектігін қалай түсіндіремін? Оқушылардың білімді игергенін қалай білемін? Мен өзім сабақта оқушы болсам, осының бәрін қалай қабылдар едім? Оқушыларға көмек көрсетіле ме? Жігерлендіре ме? Қосымша материалдар ала ма? Жоспар қаншалықты икемді? Яғни оқушының көп түсіндірілуі қажет ететін қызықты сұрағы, дыбыс, бейне құралдар, сол сияқты көптеген әдістемелік әдістерді, яғни тәсілдерді қолдану керек. Яғни соның барлығын егерде күтпеген жағдай болатын болса, мен оны қалай шешемін? Оқушылар ұсынатын кері байланысқа қатысты оны қалай жіктеп жазамын, немесе талқылаймын деген сияқты осындай сұрақтардың төңірегінде мен сабақ жоспарына негізінде басшылыққа алынуды қажет етеді. Енді кез келген 40 минут сабақтың ішінде бағана жоғарыда айтылып кетті, қысқа мерзім жоспар жасау үшін міндетті түрде не керек? Міндетті түрде бағалау жүреді. Әрбір әдістен кейін, әрбір тәсілден кейін, сол қалыптастырушы бағалауды қалай жүргізудегі мұғалімнің рөлі қалай болу керек. Бірінші, оқу жоспарына сәйкес бағалау критерийін анық жазады. Екінші, тапсырма құрастырады, дескрипторларын жазады, кері байланыс ұсынады және оқыту мен оқу үдерісіне түзету енгізеді. Яғни қалыптастырушы бағалаудағы мұғалімнің негізгі рөлдері осы болып табылады. Енді сабақ жоспарына қалыптастырушы бағалауды ықпалдастыру барысында мына қағидаттарды ескерген жөн. Бірінші, оқу үдерісінің бір бөлігі оқу үшін бағалау. Екінші, барлық оқу мақсаттары қамтылады. Үшінші, бағалау белгіленбейді,
таңба қойылмайды, қалыптастырушы бағалауда. Символдар, комментарий, транскрипция арқылы беріледі. Оқу мақсатына жеткендегі бағалау критерийлеріне сәйкес жүзеге асады. Әр оқушының үлгілеуі туралы кері байланыс беріледі және білім беру бағдарламасын жақсарту үшін қолданылады екен. Яғни сабақ жоспарын жасардың алдындағы ең негізгі басшылыққа алатын қағидаттарымыз. Енді қысқа мерзімді жоспар бұл жеке дербес сабақ жоспары болып табылады. Сол үшін мен ең бірінші сабақ жоспарының алдында өзіме осындай 4 сұрақты қойып алу керекпін. Бірінші, балалар қалай оқиды? Нені оқыту керекпін? Білім алушылар не қалайды? 7 модульді қалай ықпалдастыру керекпін? Бір 40 минут сабақтың ішінде. Енді мына жерде келесінде қысқа мерзім жоспардың негізіне мен 3 бөлікке бөліп қарастырғанды жөн санадым. Біріншісінде мысалға оқу мақсаты, сабақ мақсаты, бағалау критерийі, пәнаралық байланыс, тілдік мақсат, алдыңғы білім кетеді. Екінші бөлікте сабақтың басы, ортасы, соңы және сөздің соңында қосымша үшінші бөлікте қосымша ақпарат, мұғалімнің рефлексиясы, қорытынды бағамдау. Енді осының әрқайсына жеке-жеке тоқталайық. Бір сабақ жоспарына талдау жасайық. Бұл осы кешегі алдыңғы дәрістерде өткізілген сын тұрғысынан ойлауға үйрету модулі. Сабақтың мақсаты сын тұрғысынан ойлауға үйрету. Оқу мақсаты не? Сын тұрғысынан ойлау модуль идеяларының ерекшеліктерін ажырату. Енді сабақтың мақсаты бар. Барлық білім алушылар істей алады. Сын тұрғысынан ойлауға үйрету модулінің теориясын білу, түсінеді. Көпшілігі істей алады дегенде. Мысалы қараңыздар, сын тұрғысынан ойлау модулінің идеяларына арналған тапсырмалардың әдістемесін талдай алады. Ал кейбір оқушылар деп отырған модуль идеяларын талдау арқылы ойын тұжырымдай алады. Оқу мақсатын құрастыру сабақ мақсатына қарағанда сабақ мақсатын құрастыру өте күрделі. Ал мына сабақтың мақсаты менің ненің ішіндегі 40 минуттағы сабақ жоспарының ішіндегі әрбір нәрсеге сәйкес келу керек. Бағалау критерийі қарай. Бірінші, сын тұрғысынан ойлау модулінің идеяларын постер арқылы интерпретациялайды. Модуль идеяларын Дебонның 6 ойлау қалпарығы арқылы ойын пайымдайды. Үшінші, модуль идеяларын сұрақты реттеуші әдісі арқылы ойын тұжырымдайды. Яғни бағалау критерийінде мен тікелей қолданылатын әдістерім арқылы көрсетіп тұрмын. Пәнаралық байланыста бағалаудың өлшем технологиялары пәні менен байланыс, сонан кейін бар түрлі бізде әдістемелер бар. Мысалға қазақ тілі, жаратылыстану, дүниетану пәнінің әдістемесі, пәнаралық байланыс сол тақырыптың ішінде кіріп атады. Құндылықтарменен байланыс, студенттердің сын тұрғысынан ойлауға, жеке топпен жұмыс істей білуге, жауапкершілік, жағымды қарым-қатынас жасай білуге бағыттау. Ал тілдік мақсатта өте күрделі. Осыған бір мән берсеңіздер, тілдік мақсатта. Бірінші тілдік мақсатта негізгі сөздер мен тіркестер. Мұнда мысалға осы сын тұрғысынан ойлауға үйрету модулінің ішінде терминологиялық сөздіктер не бар? Декламация, бағана айтып кеттік, нұсқаулық, рефлексия, рефлексиялаушы практик, ұтымдылық, сыңаршақтылықтың болмауы, пайым, іс-әрекеттегі рефлексия деген сияқты. Екінші бір бөлігі бар, сыныптағы жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер. Талқылауға арналған сұрақтар. Мысалға, ойлау туралы ойлану дегенді қалай түсінесің? Оқушылардың сын тұрғысынан ойлау дағдыларын қалай өлшеуге болады? Сын тұрғысынан ойлау модулі қаншалықты маңызды? Сіз неліктен екенін айта аласыз ба дегенге былай қылып құрастырдым сұрақты. Сіз неліктен сын тұрғысынан ойлауға үйрету модулі маңызды екенін айта аласыз ба? Басқа модульдерге қарағанда маңызды, сын тұрғысынан ойлауға модулі. Соған байланысты сұрақ құрастырып тұрмын. Ал тыңдалым не бойынша мына жерге қараңыздар, сын тұрғысынан ойлауға үйрету жолдары көп нүкте қойып, сын тұрғысынан ойлау, еркін ойлау, сіздің ой тұжырымыңыз деген. Бұның барлығы бағана сын тұрғысынан ойлаудың ішіндегі әдіс тәсілдерде кетті. Яғни бірінші бөлігі қарап отырсаңыздар мақсат көп. Оқу мақсаты, сабақ мақсаты, тілдік мақсат деген секілді. Енді екінші бөлігіне көшейік. Екінші бөлігіне қараңыздар. Сабақтың басталуында мен не істеймін? Студенттерді сурет қиындылар арқылы топқа бөлім. Бірінші топ су көлігі, ауа көлігі, адамдарға қызмет ету көлігі, темір жол көлігі деген секілді. Сосын ой қозғау сұрақтарын қойым. Қалай ойлайсыңдар? Не себепті осылай топтарға бірікті? Топтасу кезінде сын тұрғысынан ойлау жүрді ме? Талқылау сұрағы арқылы жаңа тақырыпты ашуға мүмкіндік алам. Онан кейін сабақтың ортасында сын тұрғысынан ойлау модулінің теориясын меңгерту. Жеке жұмыс беріледі. Бірінші топқа
төрт топқа бөліп беріледі де, сонан кейін барып топтық талқылау жүреді. Топтық талқылау жүріп болғаннан кейін 2 жұлдыз бір ұсыныс арқылы бағалау жүреді, қалыптастырушы бағалау. Енді ДБ-ның 6 ойлау қалпы арқылы талқылау жүреді. Жаңа неде көрдіңіздер, сын тұрғысынан ойлау модулінде талқылау сұрағы оқушылардың сын тұрғысынан ойлауын дамытудың маңыздылығы неде деген. Бәріне бірдей сұрақ беріліп тұр, бірақ әр қалпақ өзінің негізгі идеясы негізінде соны дәлелдеп шығады. Студенттерді 6 топқа біріктіріп сондай тапсырмалар беріледі, сонан кейін барып сыртқы сыншы ретінде сыртқы бақылаушылар бақылау жүргізіледі. Арасында сергіту сәті бар. Сіз бар болғаны 40 секунд уақыт беріледі деген сергіту сәті жүргізіледі. Сабақтың соңында оқытушының қорытынды түйінді 3 ойы. Сұрақтардың реттеуші әдісі арқылы сын тұрғысынан ойлау модулы қаншалықты маңызды, модул идеяларын тәжірибеде қалай қолдануға болады деген сияқты сұрақтар қою арқылы тұжырым жасалынады. Келесі соңғы бөлігінде 3 түрлі қосымша ақпарат. Мұнда мен қандай саралау жұмысын жүргіздім, қалай бағалау жүргіздім, қауіпсіздік еңбекті қолғау ережелерін сақтадым ба, ақпаратты коммуникация технологиясының байланыс бөліктерім қалай болды, сол туралы жазам. Екінші, оқытушының рефлексиясы. Сабақ мақсаттары шынайы ма? Бүгін білім алушылар не білді? Менің жоспарланған саралау шараларым тиімді болды ма? Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен деген сауалдарға жауап іздеу керекпін. Үшіншісінде қорытынды бағамдауда қандай екі нәрсе табысты болды бүгін 40 минут сабағының ішінде. Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды және сабақ барысында топта немесе жекеленген білім алушылар туралы менің келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетінін не білдім. Көріп отырсыздар ма? Сонда қорытынды талдау жасалынады. Ал енді тапсырма мынадай тек қана үлгісі беріліп тұр. Сіздер жаңа форматтағы қысқа мерзімді жоспар үлгісін басшылыққа ала отырып, бастауыш сыныптың бір пәні бойынша қысқа мерзімді жоспарды құрастырасыздар. Және сол болғаннан кейін барып үздік қысқа мерзімді жоспарды анықтаймыз, идеялар аукционын өткіземіз. Сонан кейін барып үздік шыққан қысқа мерзімді жоспарларға талдау жүреді. Жалпы бүгінгі дәрістің негізгі түйінді ойлары осы. Мына жерде қолданылатын әдебиеттер берілген және универ жүйесінде үздік болып табылған, өткен жылғы үздік болып табылған қысқа мерзімді жоспарлардың үлгілері универ жүйесінде салынады.